Сәлем қыздар, мен тоқыма әлеміме қош келдіңіздер. Бүгінгі видео алдындағы екі осы пинеткаға арналған видеоның жалғасы. Қатемен жұмыс істесең де болады. Неге? Өйткені ол видеода мына пинетканың қай өлшемге арналғаны айтылмаған, және мына жиегі туралы айтпаппын. Өлшемі негізі мен өлшедім, 11,5 см шықты. Менің тоққан тығыздығымен, енді сіздердің алған мынау неңізге байланысты, жібіңізге байланысты, тоққан тығыздығыңызға байланысты разница болуы мүмкін, айырма болуы мүмкін, айырмашылық. Менде 11,5, ол дегеннің 6 айдан 9 айға 1 жасқа дейінгі баланың аяғына тура келеді деген сөз. Баланың аяғына да байланысты. Жалпы пинетка баланың табанынан 1 сантиметрдей үлкендеу болған дұрыс дейді, 1,5 сантиметр. Себебі біз паузыңки, колготки кигізесіздер, сол үшін. Сондықтан соған есептеңіздер. Енді жиегін қалай тоқимыз? Жиегін тоқу қиын емес. Қараңыздар, мына табанмен мына жоғарғы жағын ортасына қатар тауып аласыз. Осылай тауып аласыз. Мына ортасында жіппен байлап аласыз, бекітіп. Және мына жерде қатарда ілмектер былай тұрады. Мына біреулер үлкендеу бері қарап тұр, біреулер ары қарап тұр. Мынандай зигзаг болып тұр. Соны бері қарағаны керек бізге. Соны не істейміз? Астынан іліп аламыз да, бір баған тоқып аламыз. Орамы жоқ баған тоқып алдық. Енді ары қарай жартылай бағаншамен тоқимыз. Бағанша, егерде орысшадан дәл аударсақ, столбик деген бағанша болады. Так, мен видеом қайта түсіргесін. Мына. 1, 2. Мынаны былай тоққан кезде неғылмаңыздар, қатты тартпаңыздар, тырысып қалады табандарыңыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4 болды. Мына жерде 4 өрім пайда болды. Енді табанына қараңыздар. Табаннан біз 4 жерден ілмек қосқанымызда 1, 2, 3, 4. Осы 4 жерден біз тағы 2-2-ден 8 ілмек қосуымыз керек. Наны былай үлкейтуіміз керек табанын. Егерде оны үлкейтпесе қатты тырысып қалады. Сол үшін. Енді қараңыздар, мына 4-еу, мына бірінші тоқып алған баған, одан кейін тағы 3-еу алдық, жартылай баған. Енді бос шалу аламыз, қыздар. Не деп айтыпты? Бұны шынжыр деп айтып жатыр екен. Орысша воздушная петля дейді. Біреуін алдық. Одан кейін жартылай баған тоқып алдық. Жартылай бағанша. Так, тағы да бір бос шалу. Және осылай енді жартылай бағаншамен неге дейін, тұмсығына дейін тоқимыз. Осы жерге келгенде тырысып қалады екен. Тұмсығына дейін тоқимыз. Тұмсығына келгенде тағы да сіздерге айтамын. Енді қараңыздар, тұмсығына жақындадық, қараңыздар. Мына жерде бізде резинка тұр, мына 2-2. Мына 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс деп кеттік. Мұны енді қараңыздар, мына резинканы 2 оңын тоқып алдым мен. Кәдімгі жартылай бағамен іліп алдым. Енді бірінші терісінде осылай іліп алдым. Енді осы жерден мен былай қарасам, осы жерде екен менің ілмек қосылған жерімді. Көрініп тұр маман? Осы жерде екен. Маған көрініп тұр мына жол болып. Осы жерден қосам енді. Мына бірінші терістің үстінен тоқып алдым. Енді бос шалу алам. Мына жерден жартылай баған алам. Тағы да бос шалу. Және мына жерде 2 оңның үстінен, мына біріншісінің үстінен осылай жартылай бағанша тоқып алам. Сөйтем да, мына жерге дейін келем енді. Осылай ала береміз. Егерде жарық жақсы түспесе, ренжімеңіздер, үлкейтіп көріңіздер. Жай қылып, астында өзі настройки деген тұрады, дөңгелеге. Анау болт сияқты. Настройки деген білесіздер ғой, белгісін. Сол жерге барсаңыздар, видеоны тездетіп, немесе жылдамдатып, немесе азайтуға, жай қылуға болады. Сол жерден регулировка жасап. Енді қараңыздар, мына жерде 2 оң, 2 теріс, 2 оң. 2 оңның мына екіншісін мен былай жартылай баған қылып алдым. Осы жерде бір бос шалу кетеді. Одан кейін мына терістің үстінен жартылай баған, тағы да бос шалу. Мына жерде осы жерде тырысып қалады екен. Мына.
Енді ары қарай табанына дейін, өкшесіне дейін осылай жартылай бағаншамен алып кете береміз. Мен ілгегіме қараңыздар, германиялық эргономичная ручка дейді. Білмеймін, мен әлі үлкен зат тоққан жоқпын, бірақ мынаған болады. Натали пряжаден дегеннен алдым. Так, мына жерге келдік. Енді мына жерде 4 не қалу керек бізде. 1, 2, 3, 4. 4 ілге қалу керек. Так, өтіп кеттім ау демеймін. 1, 2, 3, 4. Так, мына 5 қалған кезде, 5 ілмек қалған кезде, біреуін бос алып алдым. Ортасындағысын тоқып алдым. Тағы бос алып алдым. Және 1, 2, 3, 4 жартылай бағанша алдым. Мына болды табанының мындай жиегі тоқылды. Осындай табан болды. Бұлай қойғанда да тіке тұрады. Мен пинеткаларым осылай қақиып тұр, кәдімгі аяқ киім сияқты. Енді мына жіпті кәдімгі әдеттегідей мына жерге бүйтіп жаңағы жартылай бағанмен мына алдындағыға былай жалғанып алсаңыз болады. Осы жерден біз не істейміз? Қи жіберіп, ұзындау қалам әдетте. Тағы да былай бір іліп алдым. Енді мынау нелерімізді мен байлап қойдым, бекер байлап қойдым. Мына ішке қарай жасырамыз, Бауын байлап қойғанмы пысықсынып. Мыналарды біз ішке қарай тығамыз осылай жасырып. Енді бұның ұштарын қалай жасыратынын білетін шығарсыздар. Мынау тігілгеннің астына, тігістің астына. Одан кейін мына жерде теріс ілмектер осылай шығып тұрған жер бар бағанағыдай. Осылардың астына былай жасырамыз. 1-2 сантиметр қиғашынан 1-2 сантиметр жүрген соң 2-3 сантиметр жүрес па қиып тастайсыз. Болды, бұл жіпке ештеңе алмайды, ешқайда кетпейді. Мынаны солай жасырамыз. Солай. Тағы бір. Осы тез жасай қойын десең, видеомен жасағанда осындай болып кетеді. Қобалжып кетесің ба? Жайшылықта өзің тоқып отқан кезде бәрі дұрыс болады да. Видеоға түсірейін десең, бір түрлі болып кетеді ғой бәрі. Так, ұзақ видео болады ма? Тағы да мін. Осындай пинеточкалар шықты. Осылай әдемі болып тұрады. Егер де қыздарға тоқитын болсаңыздар, ол басқаша болады. Ол басқа видеода көрсетем. Мына қыздардың пинеткасын, жиегін қалай жасайтын. Бір пинетка тоқылмай тұр, сол жерден көрсетем. Сау болыңыздар, видеоларымды күтіңіздер. Жиі негізі ютубтың өзінің ережесі бойынша да күніге салуға болмайды. Мен түсінігім бойынша біріне артынан бірін, сондықтан күн ара 2 күнде бір видео салып тұрамын. Лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп қойыңыздар видеолармен, сақтап қойыңыздар. Сәттілік тілеймін бәріңізге. Кешар қыздар, мен крохадан тоққан жилеткамды көрсетіп кетейін дедім. Мынау осы өрнек туралы сұраған едім. Бірақ кісі жауап беріпті. Кукурузная вязка деп атайтынбыз деп. Ложная английская резинка дейтін біз ағылшынша.
жалған ағылшын резинкасы деп енді әртүрлі деп аталады. Негізі 3-1 теріспен тоқылады. Өте оңай бұл өрнек. Және өте жылы болады, қалың болады. Қалың. Мына жилеткаға тіпті тамаша. Жемпірлерге, жилеткаларға, жакеттерге тоқуға болады. Және мынау кішкентай болғандықтан, мынау жас балаға 6 айдан 9 айға дейін, 3 айдан 9 айға дейін кигізуге болады. Енді баланың бойына қарай. Осылай оңай. Мына жерде бөлек резинка жоқ. Көріп тұрсыздар. Өзінен шыққан, мойны да өзінен шыққан. Тігістері тек мына екі жанында тігістері, көрмей алды. Екі жанында тігістері және мына бір иығында, басқа тігіс жоқ. Мына жағы да мойны да тіке жабылған. Менің алдындағы жилеткаларыма ұқсайды. Несі үкісі бар жилеткама ұқсайды. Дәл солай тоқылған, сол әдіспен, сол түймелер. Тек мына мойны осындай V-образный болды. Бұны да мына жағынан былай тоқиыз, қысқартып. Мына жағынан артынан іліп аласыз. Болды. Өте оңай жилетка. Оңай әрі жылы.